Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Кет деп талай айттым, кетпеді. Ер адам әйелін үйден неге қуғанын айтып берді. Жас келген сайын еркек дәрменсіз жас балаға айналады екен. Қазір әйеліме жәутеңдеп қалдым. Жас кезімде әйеліме кет деп жиі айтатынмын. Анамның көңілін табу қиын еді. Өзім жұмыстан шаршап келсем, алдымнан қабағы кіртиіп қарсы алып, әйелімнің көңілінен шықпайтын жерлерін айтады. Мен ашуланып әйеліме ұрсамын. Жұмысқа кетіп бара, мен келгенше көзіңді құрт, кет үйден деп шығып кетемін. Кешке келсем, әйелім алдымнан жайраңдап күтіп алады. Таң қалатыным түк болмағандай үй жұмысына шапқылап кете баратынын. Не керек, әр кет деген сайын сан себепті көңілден тартып ақыры кетпеді. Шынымды айтсам, кетпегені өзіме де ұнайды. Тамағым пісірулі, төсегім салулы, бала қараулы, анам күтулі, еркектің тапқанын тірнектеп құрау әйелге байланысты. Үйде күйім болған соң қызметім жоғарылауымен болды. Малдыр бір адамдай таптым, келін түсіріп қыз ұзаттым. 55-ке толған күнімде қос бестік деп жора жолдастарыммен дүркірете тойладым. Ертеңінен болмайтын жерден ескі әнге басып, үйде ұрыс шығарып, тағы кетпе-кет бастым әйелім. Осы табалдырықтан аттағалы естігенім осы сөз болды. Кетсем баяғыда кетер едім, кетпеймін, келінім қолымда, қыздарым қияда. Кетсең өзің кет, жолың әне, сені кім ұстап тұр деп салды. Жүрегім жарылып кете жаздады. Қанша жыл отасып жүріп алғаш рет өзің кет дегенде естуім ауыр соқты. Машинаның кілтін ала бергенде қолымнан кілтімді жұлып алып, машина менің атымда деді. Қарасам үй мен дүкен де әйелінің атында екен. Өз атымды ештеңе жоқ. Ашумен үйден шығып кеттім. Кімге барасың? Дардай басыңмен. Дос жараның, ағайын туыстың үйіне баруға ұяласың. Ашумен қала кезіп жүрмін. Қашанғы кезесің, шаршадым. Айналама зер сала қарасам, өзім тұратын ауданда айналып жүр екенмін. Көзден тасалау жердегі орындыққа отырдым. Есіл дертім үйде, жанға жайлы үйім, жайраңдап шай беретін әйелім, айтқанымнан шықпайтын ұлым, сызылса сәлем салатын келінім, аталап мойныма асылатын немерем, бар қызығым үйде қалған. Жалғыз отырып алғаш рет жаным жаурады. Әке-шешемнің дүниеден озғанына пәлен жыл болса да, тұңғыш рет өзімді жетім сезіндім. Әйелімнің қою шайын ішкім келіп, таңдайым құрғай бастады. Өзімді көк тіреп жүргендей сезінетін көңілім әп-сәтте күйреді де қалды. Лезде көше кезбесіне айналғандаймын. Телефоным шырылдады. Қарасам әйелім, қолым дірілдей телефонды көтердім. Арғы жақтан әкесі серуендеп болсаң, үйге қайтсаңшы, қай жерде тұрсың, балаңды машинамен жіберейін бе деген жайдары дауысын естігенде, үнсіз жылап жібердім. Ұлым машинамен заулата жетіп келді. Үйге келе жатып, әйелімнің өмірімдегі ең асыл қазинам екенін ойладым. Арпаласқан тіршілікте қасымда тіреу болған жарды дер кезінде қадірлеу ойыма кіріп шықпағанын өкіндім. Жас келген сайын еркек дәрменсіз жас балаға айналады екен. Өзіңше үстемдік көрсеткің келіп, қоқиланғанымен әйеліңнен қолдау іздеп тұрады екенсің. Қаншама жылдан бері әйеліме ойланбастан айтып жүрген сөздің желі өзіме қарай қайыра соққанда, екпіні қаншалықты қатты екенін сезіндім. Кет деген сөзді менен мың сан рет естіген әйелден өмірімде бір-ақ рет өзің кет дегенде естіп, сол сәттен ақ күйредім. Содан кейін бұл сөзді өзіме де айтпайтын болдым. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.